Быйылғы түлектер үшін аттестат табыстау рәсімі жаңа форматта өтті. Номер 17 мектебінің 11 А сыныбында барлығы 22 түлек ұялармен қоштасты. Олардың ішінде 2 оқушы оқуды алтын белгімен аяқтаса, 2 оқушы оқуды үздік тамамдаған. Үздіктердің қатарында Анна Ящук та бар. Ол Екатеринбург қаласындағы жоғарғы оқу орнына түсуді қалайды. Оның химия, биология пәндеріне қызығушылығы басым. Болашақта өмірін осы саламен байланыстыруды жоспарлауда. Собираюсь я в Россию. Мен Ресейге оқуға түскім келеді. Негізі 3 таңдау болып тұр. Алайда өзім биотехнолог мамандығына түсуді қалаймын. Қазіргі жағдайға байланысты әлі қабылдау емтихандарын тапсырған жоқпын. УРФУ университетін таңдап отырмын. Басты себеп әпкем сол жоғары оқу орнында білім алуда. Және осы университет өзімнің де көңілімнен шықты. Оқушылардың арасында алыс жақын шетелге кетіп, білімдерін одан әрі шыңдағысы келетіндердің саны көп екені белгілі болды. Оны ата-аналар да растады. Айтуларынша, Ресейдегі білім беру жүйесі әлде қайда жоғары. Әрі жоғарғы оқу орнына түсіп кетуге мүмкіндіктер бар. Дмитрийдің анасы да осы шешімді дұрыс деп қолдап отыр. Мой ребенок сегодня. Биыл менің ұлым Дмитрий оқуды үздік аяқтап жатыр. Ол Омск немесе Новосибирск қаласында оқуға грантқа түсуді қалайды. Компьютерлерді қатты жақсы көреді, ақпараттық қауіпсіздік мамандығымен өмірін байланыстыруды армандайды. Жастайынан 11 сыныпқа дейін осы салаға бейім болып келген. Жиынның ашылуында алғаш болып сөз бастаған мектеп директоры Ләззат Жолмұқанова түлектерді құттықтады. 65 түлек мектепті аяқтауда. Оның ішінде ұлттық бірыңғай тестілеуді 40-тан аса түлек тапсырғалы отырған атап өтті. Былтырғы жылмен салыстырғанда биыл 11 сыныпты тамамдаған оқушылардың саны көп. Ұлттық бірыңғай тестілеуді 11 А сыныбының 22 түлегі Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде тапсырады дейді. Біздің осы 65 оқушымыз 70% жоғарғы оқуға түсеміз дейді, қалған 30% колледжерға түсеміз деп, енді колледждің гранттары бар деген сияқты. Қалғандардың дайындықтары жақсы болып жатыр деп ойлаймыз. Өз басым өте қуаныштымын. Биыл былтырғы жылға қарағанда өте көп түлектер бітіріп жатыр. Былтырла 40 болатын, биыл міне 65. 45-і енді тапсырады. Қоңыраудың сыңғырлаған үні биылғы 2019-2020 жылғы оқу жылының аяқталғанын білдірсе, биылғы түлектер үшін соңғы рет соғылған анық. Жалпы номер 17 ұлттық өркендеу мектебінде барлығы 1600 оқушы білім алуда. Оның 65 оқуды аяқтап, орта білім аттестатын алды. Әсемгүл Нишева, Қуаныш Әлтенов, Первый Северный.